Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы 59-шы жаңа сабақ сөз және оның мағынасы. Бірінші жаттығу. Ертегіні оқы. Торғай мен тышқан. Торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі егін егіпті. Егін өте жақсы шығады. Торғай мен тышқан тең бөлісе бастайды. Бір бидай артылып қалады. Оны бөле алмайды. Содан екеуі далада қой бағып жүрген бір адамға келеді. Қойшы дәнді алып, екеуіне тең бөліп береді. Бұған торғай мен тышқан разы болады. Сөйтіп, өз жөндеріне кетеді. Бұл ертегі бабалар сөзі кітабынан алынған. Торғай мен тышқан не екті? Екеуі бірігіп, егін егеді. Олар дәндерді қалай бөлді? Торғай мен тышқан тең бөлісе бастайды. Сол кезде бір ғана бидай артылып қалады. Торғай мен тышқан неге таласты? Артылған бір бидайға таласып қалады. Дәнді бөлісуге кім көмектесті? Қой бағып жүрген бір қойшыға барады. Сонымен қойшы дәнді алып, екеуіне тең бөліп береді екен. Жақсы сөзіне мағынасы қарама-қарсы сөзді табайықшы. Жақсы, жаман, жарайсыңдар балалар. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Бірнеше мағынасы бар сөздерді бір бөлек, мәндес сөздерді бір бөлек жазамыз. Адам, жуас, жарық, кісі, момын, алма, дос, ара, жолдас, бұрыш, қой деген сөздер бар екен. Мысалы, адам сөзі, яғни адам, кісі деп айтамыз. Жуас, момын, яғни жазылуы басқа болғанымен мағыналары бір сөздер. Дос, жолдас, яғни мағыналары бір сөздер. Мағыналары бірдей, мәндес сөздерді таптық, дәптерімізге, яғни мағыналары бірдей, бір сөздерді қана теріп жазамыз. Олай болса, үшінші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Өзі айлакер, өзі бір қу, жүрген жері айқайда шу. Не деп ойлайсыңдар? Дұрыс, түлкі. Түлкі айлакер және қу болады екен. Жүрген жерін шулатып жүреді екен, балалар. Жақсы, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырамыз.